Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін сіздерге қызылшаның пайдасы туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Қызылша шырынының емдік қасиеті орасан, ал дайындау әдісі 5-ақ минутты қажет етеді. Нәтижесінде тұла бойыңызды билеген аурудан әп-сәтте айығасыз. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан деседі. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен екен. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жеуге болады, ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Мұны дәрігерлер де бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Сонымен қызылша шырынының нақты қандай ауруларға шипа болатыны туралы ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз де ағзаға, ішекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды жаясыз. Ал мұрын бітеліп гайморит мазалағанда қызылша шырынын 5-6 тамшы тамсасыз. Бұл ем 3 рет қабылдаған соң-ақ керемет нәтиже береді. Ал баспаны емдеу үшін бір дана шикі қызылшаны қабығынан тазартып, үккіштен өткізесіз. Бір стақан езілген қызылшаға бір ас қасық алма сірке суы араластырып тұндырып қойыңыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сығып алыңыз. Дайын болған шырынның бір ас қасығын ішіп, қалғанымен тамағыңызды шайыңыз. Қанды көбейтеді. Қаназдық кезінде де ең керемет ең болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін бір стакан қызылша шырыны мен бір ас қасық табиғи таза балды араластырып күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз де тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Миды жасартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды екен. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне бір стақан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем көрінеді. Бір стақан қызылша шырыны қан қысымын қалыпты ұстап, көңіл күйді көтереді. Егер біз ұсынған емді үзбей қабылдасаңыз, оң нәтижесін 6 айдың ішінде анық байқайсыз. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назарыңызды салыңыз. Ем үшін күніне 1-3 стақан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетайн заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем болады. Бұлшықетті қалпына келтіреді. Қызылша шырыны бұлшықеттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес беремін. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшықетке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Онкологиялық аурулардың алдын алады. Егер сізде онкологиялық аурулардың белгілері біліне бастаса, дереу қызылша шырынын ем ретінде қабылдауға әдетке айналдырыңыз. 7 күн үзбей ішіп, қайта тексеруден өтіңіз. Міне ғажап, өз көзіңізге өзіңіз сенбей, өйткені қызылша шырыны сіздегі онкологиялық клеткаларды қалпына келтіріп, аурудың алдын алады.
шлактан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 ас қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, менің каналыма қолдау білдіріп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.